Саламатсыздар ма, құрметті достар. Мен сіздермен тағы да бір тамаша бір өніммен бөліскім келіп отыр. Жақсы ақпаратпен NL компаниясында білесіздер кардиоформула деген бір жақсы белсенді активті қоспа бар. Осы қоспаның бізге қандай адамдарға қандай пайдасы бар, қандай көмегі бар, сол туралы пайдалы ақпаратпен қысқа нұсқа бөлісетін боламын. Бірден айтайын, мен медицина саласының маманы емеспін, кардиолог емеспін. Бұлар туралы да қатты терең ақпараттар білмеймін, бірақ сол жақтағы жұмыс жасап отырған адамдардың солардың рекомендациясымен сіздермен бөлісетін боламын. Естіп көрген бір өте пайдалы ақпарат. Бұл жерде көп жаңағыдай оқудың қажеті жоқ. Дұрыстап мұқият тыңдасаңыздар, бәрі логичный нәрселер. Қараңыздар. Кардиоформула деген активті қоспа. Бұл өнімді көбінесе давлениесі болса, жүрегің кішкене ауырады десе, және де қан деңгейін түсіруге ғана ұсынып жатады, менеджерлар. Бірақ оны, құрметті көрермен, 30-35 жастан асқан бүкіл адамға ішуге болады. Неге? Өйткені бұл кардиоформуланың құрамында ішінде ең жақсы әсер ететін бір фишкасы десе болады, коэнзим Q10 деген нәрсе бар. Ол деген бізде. Бұл коэнзим Q10-ті ашқан кезде Митчелл деген ғалым Нобель сыйлығын алған екен. Себебі жалпы медицина саласында прорыв болған. Яғни бүкіл жүрек қан тамыр ауруларының емделуіндегі ең керемет жаңалық болып табылған. Бұл коэнзим Q10 негізі адамның организмі өзі түзеді, ал 40 жастан асқан кезде 30%-ға төмендейді екен жаңағы түзілуі, 50 жастан асқан кезде 50%-ға төмендейді, азаяды. Сондықтан да 50 жастан асқаннан кейін көптеген жағдайда давление, көп жағдайда инфаркт, инсульт, ишемический болезнь, стенокардия деген сияқты аурулар пайда болады. Сондықтан да 50 жастан асқан адамдарға жаңағы осы кардиоформуланы жылына жоқ дегенде 1 рет, 2 рет қолданып отырған жөн. Врачтың рекомендациясы. Енді қараңыздар, бұл коэнзим Q10 не істейді? Ол сіздің қан тамырды укрепляйт етеді. Яғни сіздің қан тамырыңыз мықты болған кезде давлениеңіз төмен түседі, жүрегіңіздің жұмысы жақсарады, жүрек жұмысының ритмі жақсарады. Атеросклероз дейміз, стенокардия дейміз, жүректің әртүрлі аурулары, давление барлығы төмендейді. Инфаркттың рискі төмендей бастайды дейді. Мінекей, осындай қарапайым түрде түсіндіріп отыр. Мінекей, осында қаншама жүрек жүйесіне байланысты көптеген дүниелерді алдын алады. Осы коэнзим Q10. Бұл жалпы нормада жоғары концентрациясы қан тамыры мен жүрек бұлшықеттерінде орналасқан. Негізі бүкіл жаңағы тамырда болады. Кардиоформуланың артықшылығы, пайдасы осы деп айтар едім. Барлық адамға ұсыныңыздар, барлық адамға ішуге болады, 30-35 жастан асқан. Ал өйткені мысалы бұның жүректің жұмысы жақсарса, давлениеңіз төмендесе, қан деңгейі де түседі, және диабетпен ауыратын адамдарға да рекомендовать етуге болады, көмектеседі. Жалпы неге бастай. Енді құрметті достар, мен өзім осы коэнзим Q10 туралы ақпарат интернеттен қарадым. Сол кезде мына Россияның бір үлкен каналында, Россия каналында білесіздер, бір денсаулыққа қатысты бір бағдарлама бар. Сол кезде тоже бір кісілердің айтқан жақсы отзывтарын естідім, жаңағы жүргізушілердің. Ол кісілер айтады, 20 жастан бастап рекомендовать етеді. Жалпы, ал біздерде мысалы 30-35 жас деп тұр ғой. Шынында да қарап отырсаңыздар, жалпы өмірде, мысалы маған сенбесеңіздер де болады, интернетте де ақпараттар толып тұр. Жалпы былай өмірге бүйтіп қарасаңыздар, реальность дейді ғой, реальность. Қазіргі кезде, мысалы, енді Құдай сақтасын, неше түрлі аурулар бар да, соның ішінде жаңағы 50 жастан асқан адамдарда инфаркт, инсульт, жаңағыдай өмір естімей неше түрлі аурулар болып жатады. Бар ғой? Бар. Ойбай, қайда кетті? Астанаға кетті, Алматыға кетті, там Россияға кетті, ана басқа жақтарда операция жасайды деген сияқты. Қаншама мысалы ақша кетеді, қаншама уақыт кетеді. Бүкіл туған туысқандарын мысалы жаңа аяғынан тік тұрғызып қояды да, соны уайымдап. Вот мысалы әбден тақалған кезде барып мысалы жүгіреміз. Қанша миллион кетсе де соны емдетуге тырысады. Бірақ енді тым кеш болып кетуі мүмкін. Әрине, шипалы жазылып кеткен әрине жақсы. Но соны ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеу деген мінекей осындай. Бұл ешқандай да дәрі емес, құрметті көрермен. Бұл дәрі емес. Бұл деген витамин. Мысалы, әр нәрсенің өзінің бір витамині болады. Мысалы, осы детокс программасында айттым.
құрамында бір флорация деген нәрсе бар. Ол адамның жаңа ішек жолдарын ас қорытуды, жаңағы ішкен жегеніміздің дұрыс жақсы сіңірілуін, белгілі бір органдарға дұрыс жетуін қамтамасыз етсе, енді мына көдестің атқаратын қызметі бұл жаңа қан тамырдың, жүректің бойындағы жаңағы қан тамырды укреплять етеді, да? Яғни ол жағдайда уже мына жүректің айналасындағы нәрселерге отвечать етеді. Тура мысалы қарап отырсаңыздар, көлікте де сондай да, мысалы коробканың майы бөлек, мотордың майы бөлек, жаңағы тосол бөлек. Мысалы тосолды алып сен майға қоймайсың ғой, майдың моторға, или болмаса керісінше, да? Олай жасамаймыз, енді білетін адамдар түсініп отыр. Тура сол сияқты мысалы жүрекке басқа бір нәрсе әсер етеді, там бауырға басқа бір нәрсе. Олар туралы да мысалы бауыр, бүйрек туралы да тоже мысалы өткенде айтып кеттік. Жаңа детокстың ішінде бар очищениеда. Жалпы мінекей осындай, құрметті команда, бүкіл құрметті көрермен, бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс жасаймыз, консультация командаға шақырамыз. Бұл ешқандай жаңа не емес, даже осы бізде қолжетімді баға, және де осы компанияға бесплатно тіркеліп 10-15% скидкамен алуға сіздерге сол туралы түсіндіретін боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік, құрметті отандастар, әріптестер.